Баршаңызға сәлем. Алдыңғы жолы KonMariдің үйді мінсіз таза ұстау құпиясымен бөліскен болатынбыз, ал бүгінгі видеода KonMari әдісі жайлы тағы да толығырақ айтатын боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, қоңырауды басып, лайк қоюды ұмытпаңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Үйді тазалау кезінде көпшілігінің жіберетін қателігі керек емес заттарды жинай беру, және ол шашылса қайта жинаумен уақытты босқа өткізу. Ал Мари осы қажетсіз заттардан тезірек құтылуға кеңес береді. Себебі келмейтін киімдер, қолданылмайтын заттар орынды көп алады. Егер сіз көп созбай қажетсіз заттардан тезірек арылсаңыз, үйіңізден өзгерістер бірден байқалады. Және сіз өзіңізді ерекше, жеңіл сезінесіз. Маридің айтуынша, үйде тек пайдалы және сізді қуантатын заттар болуы керек. Егер қандай да бір затты көргенде қуанбайтын болсаңыз, оны ойланбастан лақтырыңыз, немесе беріп жіберіңіз. Артық заттардан құтылған соң, үй тазалаудың өзі оңай болады, әрі аз уақытты алады. KonMari әдісі бойынша үйді реттеу кезеңдері. Бірінші, тазалауды бөлме бойынша емес, категория бойынша жинаңыз. Яғни бірінші киімдерді жинайсыз. Содан кейін аяқ киімдер, кітаптар, құжаттар. Әрі қарай тізім бойынша үйіңізде тәртіп орнатасыз. Екінші, әр заттың орны болуы керек. Киім бір жерде, кітап бір жерде орналасуы керек. Сонда сіз оны іздеу үшін басқаларын шашып, әуре болмайсыз. Іздеген нәрсеңізді тез таба аласыз. Үшінші, тігінен жинаңыз. Заттарды көрінетіндей етіп, тігінен жинаған дұрыс. Үйде киімді дүкенде тұрғандай жинау тиімсіз. Төртінші, аяқ киім қораптарын пайдаланыңыз. Негізі, әр затты бөлек жинаған жөн. Қыстық, жаздық киімдерді бір бөлек, іш киімдерді бір бөлек. Косметика, аксессуарларды бөлек жинау керек. Ол үшін әрқайсысына аяқ киім қораптарын немесе арнайы органайзерлерді арнаған жөн. Бүгінгі ақпараттар пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.